11 жасында ата-анама ажырасып, өмірім күрт өзгерді. Сол кезде алғаш рет үлкен жауапкершілікті сезініп, мені бірден есетіп жіберді. Анам бізге жақсы өмір беремін деп қаншама жұмыстар істеді. Тіпті Москваға да барып келді. Сол кезде анам маған ең алғашқы iPhone 5s кредитке алып берді. Ол кезде ол үлкен ақша еді. Қазір қарасам, сол кезде маған инвестиция жасаған екен. Мен Ақтөбеде қарапайым отбасыда өстім. Туыстарымыз өнерге жақын болмады. Бірақ мен кішкентай кезімнен Селена Гомеске қарап, неге сахнаға шығамын деп армандадым. Мектепте 4-5-ке оқыдым, бірақ оқу емес, өнерге қатты қызықтым. Ақтөбеде мәдениет үйінде, филармонияда, тойларда ән айттым. Үлкен сахнаны армандадым. 17 жасымда мамам алып берген айфонды қарап, не істеймін бұның бетіне қарап отырамын ба деп 90 мыңға сатып жіберіп, Алматыға кетіп қалдым. Мені күтіп тұрған ешкім болмады. Жолда бара жатып, бірден OLX-тан бірге тұратын қыздарды іздедім. Қорқынышыма қарағанда өзіме деген сенімділігім басым болды. Уже бір ай өтеді. Жұмыс табылмай, не істерімді білмей жүрдім. Мама да қайтып жатты. Бірақ менің инстаграмға салған бір видеомды байқап, FM тобына кастингке шақырту алдым. 150 қыздың ішінен 3 қыз өттік. 3 жыл жұмыс жасадық, бірақ атақ жоқ, өспей жатырмыз деп мен қалуымға бардым. Тегін болса да қалмай, көп съемка, выступленияларға бара бердім. Сөйтіп біраз танымалдылыққа келе бастадым. Кейін күйеуіммен танысып тұрмысқа шықтым. Бір қызым бар, есімі София. 3 жыл тұрмыста болып ажырастым. Ажырасу кез келген әйелге оңай емес, сынып қала жаздадым. Кішкене депрессияға да жүрдім. Кейін өзімді қолға алып, команда құрдым. Күнде идея қарап, тоқтамай контент жасап, инстаграмның күшімен өсе бастадым. Сол кезден бері өзгере бастады. Түрлі киноларға, үлкен сахналарға, интервьюларға шыға бастадым. Енді уф деп аяққа тұрып, жұлдыз болып, жарқырап бастап жатқанда, мені аяқтан шалушылар көбейді. Маған ұқсайтын бір қыздың 18+ видеосы шығып, өмір аяғымнан тағы да шалды. Дәлелдеу себебім карьерама кері әсер етпеу үшін. Бірақ қанша қиналсам да, бұл сынаққа төтеп бердім. Сынбай тек өз армандарымды көздедім. Айтқым келетіні қыздар, өмірде қаншама сынақ келсе де, түзу ниетіңіз болса, Аллах өзі шығарып, түзу ниет пен тынбай еңбек ету мені осы күнге жеткізді. Осы аз ғана уақыт ішінде маған ағалардан түзеу емес небір ұсыныстар түссе де, менің оған тәрбием, сана сезімім сай келмеді. Мен жеңіл жолды емес, тура жолды таңдадым. Land Cruiser 300, өз пәтерім, 30 ел, SS косметика, анама 4 бөлмелі жер үй салдым, әкеме көлік, қызыма жақсы өмір беріп жатырмын деп ойлаймын. Бір кезде 25 мыңмен Алматыға арман қуып келген, қазір кішкентайымнан армандаған өмірімді сүріп жатырмын. Аллаға шүкір.